Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған екен. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Мандарин сөзін Қытай тілінде тәржімалағанда бай адам деген мағынаны береді. Португалдар Қытай шоқжаларын мандарин деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Япония, Мексикада өседі. Отаны аспан асты елі, мәңгі жасыл болатын ағашы. Бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Мандариннің емдік қасиеттері: жөтелге қарсы пайдалы, қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы. Витаминдерге ие. Мандариннің шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісіңізді қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат наболитин бауырда майдың жиналмауының алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы: мандариндер көңіл-күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуеннің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандарин цитрусты жемістердің ішіндегі көпшілікке белгілі әрі кең таралған жемістердің бірі. Кез келген мерекеде дастарханнан үзілмейтін бұл жемістің пайдалы тұстары өте көп. Мандарин әсіресе аскорбин қышқылына өте бай. С-дәруменін алу үшін оның 1-2 данасын жеген жеткілікті. Сонымен қатар мандаринде кальций, калий, магний сынды минералдар мен Д, В, А, Ер, К дәрумендері де аз емес. Жемістің құрамында лимон қышқылы болғандықтан да оған нитраттар мен басқа да зиянды заттар жиналмайды. Бұл пайдалы жеміс тәбетіңізді арттырып, ас қорытуды жақсартады. Суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда мандарин шырынын ішу керек. Болмаса мандариннен дайындалған нәр суды ішуге болады. Сонда иммундық жүйеңіз күшейіп, ауруға қарсы күресе аласыз. Бүйректегі тасты түсіру үшін де мандарин шырынын ішіп жүріңіз. Мандариннің тек жемісі ғана емес, қабығы да өте пайдалы. Оны тастай салуға асықпаңыз, өйткені ондағы пайдалы заттарды ем ретінде іске асыруға болады. Мандарин қабығы буын ауруларына ем болады. Сондай-ақ иммундық жүйеңізді көтеретін қасиетке де ие. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін төменде көрсетілген мынандай дәріні жасап көріңіз. 2 ас қасық мандарин қабығына 250 мг арақты құйып, 1 апта бойы тұндырып қоясыз. Осылайша дайындалған сұйықтықты 20 тамшыдан күніне 3 рет қабылдау керек. Дәріні тамақтан 20 минут бұрын ішкен пайдалы. Егер тамаққа тәбетіңіз тартпай, ас қорыту жүйеңіздің жұмысын нашарлайтын болса, осы дәріні қабылдаңыз. Жөтел кезінде мандариннен ингаляция жасауға болады. Мандарин қабығын майдалап турап, 1 уысын аласыз да кішірек кастрөлге немесе табаққа саласыз. Оған азырақ қайнаған су құйып қайнатыңыз. Сөйтіп судың буымен біраз уақыт тыныстау керек. Осындай ингаляция арқылы жөтелден айығуға болатынын есте сақтаңыз. Тұмауратқанда мандарин қабығынан дайындалған тұнбаны ішіп, ауруды жеңуге мүмкіндігіңіз бар. Мұндай дәріні дайындауға 3 қасық кептірілген мандарин қабығы мен 2 стакан қайнаған су қажет. Қайнаған суды мандарин қабығына құйып 2 сағатқа қалдырасыз. Сөйтіп 2 ас қасық бал қосып, жылыдай жарты стаканнан күніне 3 рет қабылдау керек.
Қандағы қант мөлшерін түсіру үшін де мандарин қабығы көмекке келеді. Мұндайда 3 дана мандарин қабығына 1 литр су құйып 10 минут қайнатасыз. Қайнатпаны суытып күн сайын жарты стаканнан тамақтан 15 минут алдын қабылдаңыз. Сонда қандағы қант мөлшері де қалыпқа келеді. Іш кебу кезінде мандарин қабығын кептіріп майдалайсыз да тамаққа 1 шай қасығын қосып ішесіз. Сонымен қатар мұндай майдаланған мандарин қабығынан тыныс жолдары қабынғанда тұнба дайындап ішкен жөн. Ол үшін 1-2 ас қасық мандарин қабығына 1 стакан қайнаған су құйып 1-2 сағат тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыстық күйінде жарты стаканнан ішуге болады. Емді тамақтанудан 20-30 минут бұрын алдын ала жүргізіңіз. Мандарин қабығында эфир майы, фитонцид, каротиноид дәрумендері мен антиоксидант және басқа да пайдалы заттар көп кездеседі. Ішіңіз кеуіп дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтағышқа салып сүзбе, ботқа секілді тағамдарға 1 шай қасықтан қосып жеңіз. Кеңірдекше қабынуы кезінде кептірілген ұнтақталған 2 ас қасық мандарин қабығына 1,5 стакан қайнаған су құйып 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған соң бұл тұнбаны күніне 2-3 рет тамақтанар алдында жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стакан су құйып 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Суық тиіп тұмауратсаңыз, өтесеңіз, ингаляция жасасаңыз, 1 уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға салып қайнатып буымен 10-15 минут дем алыңыз. Бұл әдісті жасаған соң 1-2 сағат салқын жерге шықпай күтініңіз. Тырнағыңыз тез сына берсе, тырнағыңызды күніне кем дегенде 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Шаршағанда, жүйке жүйеңіз жұқарып күйзеліске түскенде, ұсақ-ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 7 см болатын матамен тігілген қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылғандай жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен де дем алыңыз. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стакан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Мандариндер дәрумендерге бай болып келеді. Сондықтан ол бактерияларға қарсы әсер беретін функцияларға да ие. Алайда өндірушілердің мандариндерді ұзақ сақтау үшін арнайы дәрумендермен өңдеуі адам денсаулығына зиянын тигізуі мүмкін. Ресейлік мамандардың айтуынша, бұл жемістердің түрлі микро және макро элементтерге, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы минералдарға бай болып келеді. Ал мұндай заттар мен бактериялардың көбеюінің алдын алып, қыста суық тиюден сақтайды. Оның құрамындағы бета-каротин жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін көрінеді. Сонымен қатар, диетологтар асқазан және ас қорыту мүшелерінің ауруы, асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жегенде абай болу керек деп ескертеді. Бұған қоса олар цитрусты жемісті аш қарынға жеуге болмайтынын қосты. Ескере кететін жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет. Себебі шет елдік өндірушілер мандариннің қабығын оның көп уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы зиянге қарсы дәрілермен өңдеуде. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Мамандар мандариннің күніне 2-3 жеуін ғана жеп тұру қажет екенін айтып өтеді. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.